Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте дәмді және бар жоғы 15 минутта дайын болатын печеньені жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдымен өзімізге ыңғайлы ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, миксермен араластырамыз. Үстінен 70 грамм қантты саламыз. Массаның үстінен тұз, лимонный кислота және соданы қосып, жақсылап араластырамыз. 90 грамм ұнымызды массамызға қосып, біркелкі араластырамыз. Дайын болған массамызды мешокқа құйып, өзімізге ыңғайлы етіп, табаға құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минутта пісіп дайын болады. Печеньенің ортасына шоколадный сгущенканы жағып, екі бетін біріктіреміз. Міне печеньеміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.